Бәріне сәлем. Бұл стримдегі файлдардың ең жаңа топтамасы. Бұл шығарылымда сіздердің стримнің өшірілмеген ұмытып кетіп, бір түрлі нәрселер жасаған бірнеше қыздарды көре аласыз. Мысалы, бір стример қыздың мысықтың үстіне құлап қалғанын, тағы біреудің үйінде өрт шығарғанын тамашалайсыз. Сонымен бірге біздің ең күлкілі әрі ең жаңа файлдарды көреміз. Ендеше, босқа уақыт жоғалтпай, бастайық. Қыздар стримнің қосылу екенін ұмытып кетіп, фейлдарын өтпес бұрын басқа күлкілі фейлдарды тамашалайық. Мысалы, мына қыз қатты қуанғаннан соншалықты орындықтан құлап түсті. Ал бұл файл менің ең сүйікті көріністердің бірі. Жат жігітке мен жыныстың мүшесін жақсы көремін деген жапон тілінде оқышы деп айтты. Қыздардың бұл әрекетке жауабы көп күттірмеді. Бұл жігіт осы туралы айтқанда, ол жігіт туралы не ойлады екен? No. Probably should not have read that one out loud. Bye. All right, see ya. Okay. Ал бұл қыз экранда болып жатқан нәрсеге беріліп кеткен соншалықты сіңгіріп болғаннан кейін өзін бетінен ұрды және осы әрекеттің қызық екенін түсінгеннен соң чатпен бірге күле бастады. Ал енді, уәде еткеніміздей, стрим өшірілмеген ұмытып кетіп, бір түрлі нәрселер жасаған 3 қыз туралы видеоны қарайық. А бұл видеода біз GTA-ны онлайн неліктен ойнау немесе ойнамау керектігін көре аласыз. Мен сізге бұл сәтті алдын ала айтып, спойлер жасап қойдым, бірақ сонда да қарайық. Меніңше өте күлкілі жағдай. Ал мына қыз лайфхактар көрсететін каналдарды қарап алып, өзінше розеткамен лайфхак жасағысы келді. Нәтижесінде үйінде өрт шығара жаздады.
Менің ойымша үй жануары ретінде үйрек асырау бір түрлі таңдау. Қалай болса да, өте қызықты шешім. Себебі үйректер көптеген нәрселерді жасауы мүмкін. Оған мына роликті көріп көз жеткізе аласыз. Like when you buy, like... Oh, they don't. What? Oh, son of a... Ал енді стримнің қосылғанын немесе өшілгенін ұмытып кеткен тағы бір қыз. Бұл жағдай туралы толық білмеймін, бірақ өте қызықты сияқты. Айтпақшы, комментарийлерде сіз жай қызық үшін нені жиі қарайтыныңызды жазыңыз. Twitch немесе YouTube. Ал енді көбіміздің басымызда болған оқиғаға кезек берейік. Ата-аналардың ұрысқан жағдайларда көп болғанмен, оны стримге түсірген сәттер көп емес шығар. Мына баланы шынымды айтсам, аяп отырмын. Оны қаншалықты ұялап отырғанын түрінен ақ көруге болады. I got the right to. No, you don't. You do not. You have no right to do it in my house. You understand? You can say it to me. I did not. You have before. Sorry, guys. Isn't that wonderful? He said that to his grandmother. You can't hear them. They can't hear you. I'm gonna take this away. Ал бұл қыз стримнің қосылу тұрғанын білмей қалды. Бұл жігіт құлаққаптың компьютерге қосылмаған және оған донаттарда келген хабарламалардың барлығын естіп отырған білмейді. Сондықтан да оған қариялардың бірі жақындап келеді. Әрі қарай өзіңіз тамашалаңыз. Attention, old man in salmon shirt, come sit on daddy's lap. Excuse me, I want to tell you one more time. I don't want to listen to this thing. Message from your doctor. I got your message about the slime coming out of your cavity. Ал бұл жігіт әлбетте бірдеңе тойлап отыр. Мүмкін жаңадан қосылған жазушылардың көбеюі тойлауы мүмкін. Ол музыканы өшіріп көңіл көтере бастады. Ол көрермендер де онымен бірге музыканы естіп қуанып жатыр деп ойлады. Бірақ музыканы одан да басқа ешкім естіп тұрған жоқ. I believe me. You don't believe me? Бүгінге осы. Каналға жазылыңыз, лайк басыңыз, видео туралы өз ойларыңызды жазыңыздар. Және әрине, жаңа видеоны жіберіп алмау үшін қоңырауды басыңыз. Келесі кездескенше.